Доллар гүлі ауырмай жақсы өсу үшін біз оған арнайы тыңайтқыш беріп тұруымыз керек. Бұл тыңайтқыш доллар гүлінің жапырақтарының жақсы шығуына, жақсы картошкасының өсуіне көмектеседі. Бұл тыңайтқышпен доллар гүлі ауырмай жақсы өсу үшін біз оған арнайы тыңайтқыш беріп тұруымыз керек. Бұл тыңайтқыш доллар гүлінің жапырақтарының жақсы шығуына, жақсы картошкасының өсуіне көмектеседі. Бұл тыңайтқышпен жапырақтарын бүркеуге де, тамырына құюға да болады. Тыңайтқыш гүлдердің иммунитеттерін көтеріп, ауруға деген төзімділігін арттырады, және де бұл доллар гүлінің картошкасын үлкейтіп, көптеген жапырақ шығаруға, өскін шығаруға көмектеседі. Мен бұл янтаринмен үнемі доллар гүлімді өстіп жапырақ арқылы тыңайтып отырамын. Бұл янтарь қышқылы немесе янтаринді пайдаланамын.